Алия, маған қарапайым тілмен түсіндірші, халықаралық қаржы деген не? Бұл компания бірнеше елде жұмыс істегенде әртүрлі салық, валюта және заңдарды ескеру тиіс жағдай. Apple компаниясы Ирландияда кеңсе ашты, себебі ол жерде табыс салығы 12,5%, ал ақш-та 21%. Барлығы заң шеңберінде жасалды, бірақ Европада Apple-дің тым көп үнемдегенін айтып, 13 миллиард евро салықты қайтаруды талап етті. Сосын не болды? Сот Apple заң бұзбағанын дәлелдеді, олар тек Ирландия ережелерін қолданды. Ирландияның тартымдылығы мыналарда: төмен салық, тұрақты үкімет, ағылшын тілі, дамыған технология және бизнесті қолдау. Сондықтан барлық ірі IT компаниялары осында келді. Ирландия ұтты, мыңдаған жұмыс орны мен инвестиция тартты. Tesla Европада көліктерді евромен сатады, бірақ есепті доллармен жүргізеді. Бірақ сатылған көлік саны сол күйі ғой. Иә, бірақ мысалы бұрын 50 мың евро 60 мың доллар болса, доллар өскен соң 52.500 доллар ғана. Компания ештеңе өзгерткен жоқ, тек курс өзгерді. Соның салдарынан Tesla шамамен 300 миллион доллар пайдасын жоғалтты. Бұл мысал валюталық айырбас бағамының пайдаға қалай әсер ететінін көрсетеді. ақш компаниялары ГЭП стандартымен жұмыс істейді, ал басқа елдерде IFRS қолданылады. Сондықтан есептер айырмашылығы мүмкін, дегенмен мәміле бірдей. Онда қалай түсінуге болады? Ірі компаниялар қос есептік жүргізеді. Міне салыстыру. Екі компанияда тәуекелді басқаруды үйренді. Халықаралық қаржы тек табыстау емес, пайданы салық, валюта және заңнан қорғауда маңызды. Қаржы жай ғана сандар емес пе? Әрине, бұл стратегия кеңсені қай елде ашу, салықты қалай төлеу, пайданы қалай қорғау. Әр елдің ережесін білу керек. Халықаралық қаржы жаһандық ойлау қабілеті. Егер есептей білсең, тәуекелді болжай алсаң, дүниенің кез келген нүктесінде компания басқарады. Шекарасыз қаржы, ақылынан есептеп, кең ойла.